Келесі аят. Келесі аят. Ида ульқу фиха, енді Аллах тағала бүкіл бұған дейінгі жаратылыстың бәрін айтып келді да, сосын ол жаратылысқа, сондай мінсіз нұқсансыз жаратылысқа күпіл кеткен туралы адамдар туралы баяндап жатыр. Сол күпіл кеткендер туралы баяндай отырып соларды сипаттайды Аллах тағала. Келесі аяттар өте ауыр. Мен сіздерге айтып берейін, алдын ала ескертейін. Келесі аяттар солардың сипаты, тозақта ақыретте қандай халге түсетіндігі, ол жақтағы жағдай баяндалады. Өте ауыр аяттар айтылады қазір. Сондықтан шамалы зер салып мән беріп қараңыздар. Ида, егер ол жаққа ульқу дейді, фиха, қайқа ол жаққа тасталғанда дейді. Қайда тасталғанда? Мына жерде Аллах тағала алдыңғы сөзде жаһаннамға. Жаһаннамға тасталғанда дейді. Кім адам тасталғанда? Күпіл кетушілер. Сәмиу ләһә, олар жаһаннамға тасталған уақытта дейді, естиді дейді адамдар. Нені естиді? Шахиқан. Шахиқан деген сөз, қазақ тіліне аударсақ, мынау өксіп еңіреуді айтады ғой, еңіреп жылау, ақырып жылау, бар дауысын салып, бұрқылдаған оттың оларды дереу жұтып қойғысы келген ақырған дауысын естиді. Бұл жерде ақырып өксіп еңіреп жатқан адамдар емес, себебі адамдар әлі тозаққа тасталмады ғой. Белгілі бір мекенде лақтырылып тұр олар. Бірақ ар жақта сондай оттың, тозақтың ар жағында тұрған дауысын естиді дейді да, сондай оттың өзі ақырып тұрады дейді, сондай шахиқан дейді, уахия тафур дейді, сондай от болады дейді. Ол оттың қаттылығы сонша дейді, адамға ұмтылып жұтып тастауға дайын тұрады дейді да. Сондай қылып Аллах тағала сол отты жаратып қойғанда, ешқандай мейірімсіз қылып келген адамды жеп қоюға дайын тұратын, аузын айдаһардай ашып тұратын айқара, сондай бір отқа адамдар сондай оттың дауысын естиді дейді ана халге түскен кезде. Уахия тафур дейді. Тафур деген сөз мына жерде отты айтып тұр. Тафур деген сөз, мысалы сіздерге түсінікті болсын былай айтайын, мысалы плитаға мысалы шай қоясыз оттың астына, ол белгілі бір 5 минуттық уақытында шай 90 градусқа қояды да қайнайды. Ол қайнаған кезде ол шай тұра берсе қатты қайнап ол бұрқылдап таси бастайды, дұрыс па? Су. Дәл сол халде де тозаққа адамдар бүйтіп бер жағына тасталған кезде ар жақта оттар ақырып тұрады дейді, бұрқылдап тұрады дейді. Ана бұрқылдаған кезде дейді, бір бірінен шашылып бір біріне осылай асып түсіп жатады дейді. Сондай халде адамдарды сол от күтіп тұрады дейді. Келесі аятты қараңыз. Такаду тамайязу минал гайз. Міне оттың сипатын Аллах тағала баяндап тұр. Такаду тамайязу минал гайз дейді. Тозақ оттары бір бірінен ажырап, жалпы жарылып кете жаздап тұрады дейді. Сондай бір бірінен сыймай тұрады дейді бір біріне. Әл гайз деген сөз бар ғой мынау. Әл гайз деген сөздің мағынасы сіздерге түсінікті болу үшін айтып берейін. Ол мысалы адам ашуланған кезде, қатты бір ызаланған кезде адам ашу ана түріне шығып кетеді ғой адамның. Біреулер қызарып кетеді, біреулер сұстанып кетеді, түрлері көздері жаңағы шарасынан шығайын деп, адамның түрі, ашуы түріне келеді да, сөйтіп түрінен беріледі оның ашу. Сондай бір ызаға адам душар болған кезде сондай нәрсе сезінеді. Басқа бір адамын көрген кезде сырттан оның шынайы ашуланып тұрғанын жүзінен көріп қояды. Дәл сол хал ана адамдар тозақтың бер жағына тасталған кезде оттан сондай бейнені көреді да адамдар. Тозақтың сондай оттары ашуланып, ызаланып, адамды жеп қоюға шақ тұрған халін көреді дейді да. Яғни бұл жерде бізге Аллах тағала не айтып тұр? Сондай бір тозақ болады дейді да. Тозақтың оттары сондай қатты адамдарды жеп қоюға шақ тұрады, қатты ашулы болып көрінеді дейді да, сондай бір бейнеде көрінеді дейді. Енді бұл жерде сұрақ, сонда тозақ ашулана ма деген? Иә, ашуланады. Себебі Құран солай айтып тұр. Ол жақтағы біз түсінуіміз керек. Тозақ ашулана ма, немесе басқа да ол жақтағы нәрселерді әзілге айналдырып, мысалы айтады ғой, бізде қазақта мынандай сөз бар ғой, 3 күнде тозаққа да үйренесің деген сияқты ше. Тозаққа адам еш уақытта үйрене алмайды. Мәида сүресінде осыған қатысты аят бар. Сол тозаққа түскен адамдарды сипаттайды. Юридуна ан яхруджу минан нар. Олар дейді тозақтан шығуға ұмтылады дейді. Тозақтан шығуға сондай қатты қалайды дейді шығуды. Уама кум бихариджина минха. Олар ол жақтан әсте шыға алмайды дейді. Аллах тағала айтып тұр. Уалякум азаб муқим. Оларға сондай бір азап бар.
мәңгі қалатын азап бар дейді. Яғни тозаққа түскен адамдар одан шығуға қатты қалайды да, қатты шығуды ұмтылады содан шығу үшін. Ал оны 3 күнде тозаққа да үйренесің деген сөз қазақта. Мына аят ол сөзді жоққа шығарып жібереді. Сондықтан тозақ ашулана ма? Тозақ ашуланады, иә. Себебі Құран солай айтып тұр. Ғайыз деген сөзін қолданып тұр тозаққа. Демек, тозақ сондай бір ашу халде тұрады дейді. Біз бұл жақ бір нәрсені түсінуіміз керек. Ол жақтағы жағдай мен бұл жақтағы жағдай ол екеуі екі бөлек әлем. Сіз мысалы өмірде көріп жүрген, көзіңізбен көріп жүрген қоршаған орта, адамдар, басқа да осындай бүкіл тыныс тіршіліктердің барлығы ана әлемде ол мүлде бөлек нәрсе болады. Біз бұл әлем мен ол әлемді байланыстырып сипаттай алмаймыз, байланыстырып суреттей алмаймыз біз. Сондықтан Аллах тағала мейлінше біздерге ол жақтың басқалығын баяндап бізге түсіндірген кезде ол жақтың дәл осы бізге түсінікті болу үшін осындай ғайыз, адамның бетіне шығатын ашу, сондай сияқты бізге түсінікті болу үшін жеңілдетіп Аллах тағала бізге баяндап береді осындай аяттармен. Яғни біздің ақылымыздың деңгейіне байланысты осылай аяттарды жеңілдетіп түсіндіріп береді. Бірақ дәл сол жаққа барған кезде ол жақтағы нәрсе мүлде басқа болады. Оны менде сізде көрген нәрсе болмайды. Ол жерде мейлі тозақ болсын, мейлі жәннат болсын, адам көзі көрмеген, құлағы естімеген нәрсе болады. Тозақ ашулана ма? Ашуланады. Міне аят Құранда солай деп тұр. Оны мен айтып жатқан жоқпын. Сондықтан ашуланады деген тозақ. Ол нәрсені біз Құранда не келеді, біз соған сенеміз, болды. Қалай ашуланады, не ашуланады? Енді Аллах тағала енді ол жақта Құдай өз бетін аулақ қылсын, біздерді тозақтан, отынан сақтасын, ол бізге еш уақытта көрсетпей ақ қойсын. Қызық десеңіздер, мысалы, тозақ тек қана ашуланбайды, тозақ ол жақта сөйлейді, керек десеңіз. Ал бірақ қалай сөйлейді, ауызбен сөйлей ме, оны біз елестете алмаймыз. Тек қана біз Құранда қалай келеді, солай иман етеміз. Мысалы, сөйлеу туралы басқа да аяттар бар. Мысалы, қараңыз. Дейді мысалы. Сонда сол күні дейді, Аллах тағала айтады, біз тозаққа айтамыз дейді. Ей тозақ, сен толдың ба, болды ма дейді. Яғни адамдардың бәрі түсіп, саған болды ма, толды ма, сиятын жер бар ма деген сияқты айтамыз дейді. Сонда тозақ не дейді дейсіз ба? Отақулу хәл мәзид, тағы бар ма, алып кел деп айтады дейді тозақ. Отақулу дейді, айтады дейді. Айту етістігін айтып тұр бұл жерде. Тозақ сөйлеп тұр демек. Отақулу хәл мәзид, тағы бар ма, алып келдер маған деп айтады дейді тозақ. Аллах пен жаңағы тозақтың арасындағы диалог болса да, тіпті тозақ бізге де адамдарға да қарап сөйлейді екен да. Ол туралы да аяттар бар. Мысалы қараңыз басқа бір аятта юбассарунахум яваддул мужриму лау юфтада мин азаби яума изин бибани. Сол уақытта, яғни күнәһарлар, тозаққа түскен күнәһарлар бір-бірінің жағдайын көреді дейді да, бір-бірінің жағдайын қараған кезде дейді. Сондай бір арман, сондай бір қатты бір қалаулар болады дейді. Лау яфтади мин азабин, мына азаптан құтылу үшін, мына көріп жатқан азаптан құтылу үшін, яума идин бибани, өзін құрбан ететін заттарды іздейді дейді. Сондай құрбан ететін заттар болса деп адам қатты қалайды дейді. Бір затты бірдеңені құрбан етсем мына жерден лишь бы мына тозақтан құтылсам екен деген сияқты сондай бір көкейінде үлкен арманы болады дейді, орындалмайды. Ол қандай нәрселерді құрбан еткісі келеді? Ең бірінші қараңыз, бибани, ұлдарын, ұл қыздарын, балдарын құрбан еткісі келеді дейді. Ең бірінші, ең алдымен ұл қыздары. Адам бұл өмірде бала шағам үшін өмір сүрмін, бала шағам үшін тіршілік істеп жүрмін, бала шағам, бала шағам, бала шағам. Ертең қияметте Құдайдың алдына барған кезде, Құдай өз бетін аулақ қылсын, сондай күнәһарлар тозаққа түсетін болса, бірінші сол баласынан құтылуға тырысады да. Бірінші сол баласынан, сол азаптан құтылу үшін баласының жанын пида етіп құрбан етуге дайын болады да. Демек бұл нені білдіреді? Сіздің бұл өмірде балам үшін деп жүрген өміріңіз ана уақытта мүлде басқа деген сөз да. Ол уақытта сіз балам үшін деп жүргеніңіз балаңызды құрбан етуге дайын қылып жібереді. Екінші, құрбан етуге дайын болатын осахибатихи уа ахи дейді. Және де әйелі, жан-жары, одан кейін бауырлары дейді. Соларды құрбан етсем дейді, армандайды дейді. Баласын, жан-жарын, сосын бауырларын. Содан кейін оған өмірде қолдау көрсеткен бүкіл туыс бауырларын, ойлаңыз, бүкіл туыс бауырларын құрбан етуге дайын болады. Тіпті бұл туыс бауырларынан да бөлек. Бүкіл жер бетіндегілерді құрбан етіп жерсем, лишь бы мына тозақтан құтқалсам, әйтеуір мына жерден құтылсам екен деп армандайды дейді да тозақтағылар. Сіз ойлаңыз, бүкіл дүниені беріп жіберуге дайын болады адам тозақтан шығу үшін. Бұл аяттар.
тозақтың қаншалықты ауыр екенін, қаншалықты азап болатындығын, адамның соншалықты халге сондай бейшара халге түсіп кететіндігін баяндап тұр. Дәл осындай үлкен арманы болатын адамдар. Дәл бұл аяттың жалғасы ретінде Аллах тағала айтады. Кәллә иннәһә лаза дейді. Жоқ дейді. Ол оның әшейін құр арманы, сөйлеген үміті ғана оның дейді. Жоқ, оның құрбаны қабыл болмайды дейді еш уақытта. Болды. Ол не берсе де, сарп етсе де. Бұл өмірде бермеген нәрсесін анеха барған кезде оның құрбаны ешқашан қабыл болмайды. Онда тек қана не бар дейді, онда тозақ аузын айқара ашып тұрады, болды дейді. Ол қандай тозақ дейді? Кәллә иннәһә лаза наззаатан лишшауа дейді. Адамның терілерін бойынан сыпырып алатын ажал дейді. Сондай жалын от дейді да. Адамның терілерін бойларынан сыпырып алатын сондай жалын оттар болады дейді. Тадъу мән адбара уа тауалла. Ол Аллахтан теріс айналғандарды өзіне шақырып тұрады. Сондай бір тадъу дейді. Міне қараңыз, тадъу етістігін шақыру дейді. Мән адбара уа тауалла. Яғни кімдерді шақырады тозақ? Аллахтан теріс айналғандарды өзіне шақырып тұрады дейді тозақ. Демек, бұл аяттан біз не түсіреміз? Тозақ сөйлейді біздерге қарап. Солай шақырады деген сөз. Не үшін шақырады? Терілерін бойынан сыпыру үшін дейді. Енді сіз ойлаймыз, қараңыз, мысалы сіз адамның терісі бұл тозақта басқа да бір аяттарда бар, мысалы адам терісі бойынан тозақта сыпырылады дейді да, оның терісі қайтып дәл сол қалпында қайтып үстіне киіледі, одан кейін ол қайтып сыпырылады, қайтып. Сіз ойлаңыз, мына өмірде адамның терісі, мысалы былай ойлап қарасаңыз, ақылға салып, терісі сыпырылу деген сөз ол ақылға келмейтін нәрсе ғой мысалы. Ал ол жақта сол болады да, ол қалай болады, мына от қалай сыпырады, қалай қайтып қалып, енді ол Аллаху әлем, ол туралы біз ары қарай ішіне кірмейміз да. Аллах тағала осылай болатынын нақты баяндайды, ал оның қалай болатынын, не болатынын Аллаху әлем бетін аулақ қылсын. Оны біз білмей ақ қояйық. Аллах тағала біздерді тозақтан сақтасын. Аллах тағала біздерді тозақтан сақтасын. Аллах тағала біздерді тозақтан сақтасын.